Ардақты алаш қайраткерлерінің көсемі Әлихан Бөкейханов атамыздың ұлағатты сөздері. Алыспаған жұлыспаған бостандық атына мінбейді, бұғаудан босамайды. Ер құлдықтан, әйел күңдіктен шықпайды. Малына да басына да ие болмайды. Болғаннан қашпа, болмағанға саспа. Нағыз түрік затты халық тілі біздің қазақта. Жанайқай, қазақтың оқыған азаматтары қазаққа осындайда қызмет етпегенде қашан қызмет етіп пайдамызды тигіземіз? Елдің тұрмысын, тілін, мінезін білмеген кісі көш басында алып жүре алмайды. Тірі болсақ, алдымыз үлкен той. Алаштың баласы бұл жолы болмаса, жақын арада өз тізгіні өзінде бөлек мемлекет болар. Жер десе дірілдемей болмайды. Жер мәселесі өмір сүру мәселесінің зоры. Еуропа мәдениеттімін деп мақтанғанымен, мәдениеті өңірінде ғана, ал мінезі хайуандық сапарынан қайтқан жоқ. Тірі болсам, хан баласында қазақтың хақысы бар еді. Қазаққа қызмет қылмай қоймаймын. Ұлтына, жұртына қызмет ету білімнен емес, мінезден. Шыңғысхан дүниені алдартында түк белгі қалған жоқ. Ақсақ Темір дүниені алмаса да артында Самарқанд, мешіт, медреседей белгі қалды. Шыңғыс көшпелі, Ақсақ Темір отырықшы. Жапонда кісі қажетіне жаратылмаған алақандай жер жоқ. Онда мұндай ыждахатты жанкештілік болмаса, аштан өлесің. Білім біліммен, мінез мінезбен. Көп оқыса, зейінді болса білімді болмақ. Ал мінезі жақсы бола ма, әлде жаман бола ма, мұны Құдай біледі. Әділдік жоқ жұртта береке бірлік болмайды. Байлықты өнермен, шаруамен, қызметпен іздемей жұртты тонап, момынды жылатып іздеген мырзалар құстығын өңгірде жатып, өз аяғын өзі сорған аю тәрізді. Өзіне өзі қасқырша шауып отырған жұртта оқу өнер болмайды. Адам қызметіне кіріспей қазына тумайды. Көзі соқырдан көңілі соқыр жаман. Байлық түбі ақыл һәм қол ұсталығы. Осы екеуі қосылмай адам баласы қазынаға жарымайды. Адам баласы нәпсінің құлы. Маңдайы тасқа тимей тоқтамайды. Ұлтына, жұртына қызмет ету білімнен емес, мінезден. Алла тағала Құран кәрімде пайдалы орынға өздерінің сүйген нәрселерің мен малдарыңды шығармай тұрып, ізгілік, жақсылық деген нәрсеге жетісе алмайсыңдар деп бүтін адам баласын шын көңілімен ұлт ісіне қызмет етуге қызықтырады. Біздің жұрт бостандық, теңдік, құрдастық, саясат ісін ұғынбаса тарих жолында тезектеріп қалады. Бостандыққа апаратын жалғыз жол ұлттық ынтымақ қана. Өртте жүріп сабырлы болу мақтауға сыймайды. Кейінгіге ғибрат аларлық үлгі тастап кетіп алғыс алармыз ба? Жоқ. Далаға лағып жөнсіз кетіп қарғыс лағынет аламыз ба? Кеудесінде көзі бар адам көп ойланарлық жұмыс. Бірліктен айырылған ел қаңғып қалады. Жұрт пайдасына таза жолмен тура бастайтын ер табылса, қазақ халқы оның соңынан ерер еді. Алыспаған жылыспаған бостандық атына мінбейді, бұғаудан босамайды. Ері құлдықтан, әйелі күңдіктен шықпайды. Малына да басына да ие болмайды. Ғұмыр бәйгесінде біздің қазақ тілі өз бәйгесін алар. Түзу қалам қисайған, өткір қалам мүжілген заман. Қазақ-ау, түзуің бірігіп жұрт үшін қам ойлайтын кез келген жоқ па? Ұлттың жоғын ұйықтап жүріп емес, ояу жүріп іздеу керек.